Қостанай облысы мені бұлай ауа райы нашар, боран, аяз, көктайғақ келе жатқан жолымыз осы. Алдымызда апат болған дейді. Шын ба өтірік па білмедік, әйтеуір бағанадан бері естіп келе жатырмыз. Көктайғақ, қарлы жерлер бар. Тағзым етіп келе жатырмыз. Жаңағы Қостанай Рудныйдың маңайында Журавлевка деген ауылда бабамыз жатыр. Батыр, Жабағы Батыр. 18 ғасырда қалмақтармен шайқасып, бір қалмақ әскерін жеңіп қырып тастаған. Сол қырылған қалмақ астында жатыр екен. Жаңағы Жабағы Батырдың кесенесінің асты төбешік қорған. Сол Жабағы Батыр былай депті. Сол шайқаста Жабағы Батыр өзі жаралы болып, сол жарақаттан көз жұмған, бірақ өлердің алдында өз сарбаздарына бұйрық беріп кеткен. Мына қырылған қалмақтың мәйітін осы жерге көміңдер, оның үстіне мен жатам деп. Сол төбешікте жатыр Жабағы Батыр, Журавлевка деген жерде. Енді ол жерден кетіп бара жатырмыз. Мен жалпы Арқалық аумағына баратым. Арқалықтың ар жағында алдың күні шетелдік зымыран бір бөлшегі құлап, сол жерге баратымын. Арқалықтан ар жағында 300 шақырым жерде жол. Енді о жақта осындай, міне боран, көктайғақ, май боран. Бағаны бару керек, дозиметр алып барып, сол жердің радиациялық фонын көрем. О жерге машина жүрмейді дейді ауылдың ар жағына. Енді атқа мініп барармыз. Интернет ештеңе о жақта әрине жоқ. Атқа ма, боранға ма бірдемеге мініп барармыз. Дозиметрім бар, өте алып алдым. Көреміз сол жерде өлшеп. Және жергілікті халықпен сөйлесіп. Мына шетелдің зымыран сынақтары бәле болды бізге, қазақтың жеріне, денсаулығына. Тек қазақтың ғана емес, жалпы осы бүкіл Қазақстанда тұрып жатқан халыққа зияны, зақымы бар денсаулыққа. Мына құрт ауру, рак, жаман ауру, рак дейтін. Бәрі соның кесірінен көбінесе. Әлі күнге шейін келе жатырмыз ғой біз. Сол зымыран сынақтарының кесірінен. Бұрынғы 3 ядролық полигоннан қалған, әлі күнге шейін сол рак болып. Қазіргі елімізде 4 полигон бар. Оған енді ядролық зымырандарын сынақтарын өткізбейді. Бірақ басқа межконтинентальный баллистический дейтін олар әлі болып жатыр. Және Космодром Байқоңыр ұшып жатқан гептил У тонналап жерімізге гептил төгіп жатыр. Соның бәрі біздің денсаулығымызға әсер етеді. Бүкіл қазақтың аллергиясы, бүкіл онкологиясы бәрі содан. Әрине оны қазір мен нақты ғылыми түрде дәлелдеп бере алмаймын. Өйткені оны зерттеу керек. Оны зерттеу үшін шетелдік ғылымдары келіп зерттеп беру керек. Өйткені Ресейдің біздің ғылымдар оны зерттей алмайды. Оларда құрал тәсілдері жоқ, оны зерттейтін. Зерттесе де оның қорытындысын олар шығармайды. Құпиялы деп тығып тастайды. Өйткені оны зерттеген анығы шықса, ол зиянды екен, ракқа әкелетін. Онда полигондарды жабуға, жедел түрде жабуға біз мәжбүрлі боламыз. Оған біздің қазір жағдайымыз апармайды оған. Енді әлі әлсіз біз, оны мойындауымыз керек. Ашық түрде жаңағы шетелдік мемлекетке бізде сынақтарын өткізіп атқан, зымырандарын сынап атқан, жаңағы космодромнан ұшырып атқан зымырандарын тоқтатуға дәл қазір біздің күшіміз жетпейді. Олар қауіпті, өте қауіпті өндіріп отырған жан-жақтан. Жаңа біз айтамыз ғой, мақта бастап информациялық аланда және басқа экономия қай салаға келсек те солар қаптаған. Сарапшылар да солар, жорып беретіндер де солар.
мына Рудныйдағы енді көшелердің атын ауыстыру бір әлек. Әлі ана жолы өтінішімізді өткіздік, жауабы әлі жоқ, қарауылда, бірақ осы өткен жетті алдың күні бір отырыстары болыпты, жұмыс тобы, мәслихаттың, әкімшіліктің шенділері және ардагерлер қоғамы тағы да бірдемелер енді талқылау жүріп жатыр. Біз берген өтініш, оның мәтіні, ішінде кіргізген тізім ешқайсына ешкім қарсы болуы мүмкін емес. Бірақ бір сылтауын табар, неге биыл көше атын, атауларын өзгертпейтін. Сол жауабы әлі болмаса да, менің ойымша сылтауы былай болады. Биыл халық санағы өтеді, соған байланысты мораторий бірдеме деп бірдемеге сондай бір сілтемеге сүйенер олар. Мына төндіріп отырған қауіп жайлы айтсақ, басым ойымнан шықпайды да, таяуда болған қазақ доңған ұлтаралық қақтығысы Қордайдағы. Сонда жолда ойланып келе жатырмын. Сол таңғалбаспын. Ол да осы солардың провокациясы, арамдаушылық жұмысы болып шықса. Келешек бәрібір көрсетеді ғой, қазір белгілі болмаса да келешекте бәрібір осы шығады, әр нәрсенің арты ашылады. Мен неге бұндай шешімге келіп тұрмын десеңіз, мысалы 19 біздің полиция қызметкерлері жарақаттаныпты. Оқ атылған. Оқ болғанда, оқ емес, ана дұрып. 19 полиция қызметкерлері жеңіл жарақаттанған. Бірақ оларға атылған, мылтық атылған. Оларға мылтық ату таза арандатушылық. Оларға кәдімгідей мылтық атса, бірнеше полиция қаза болатын еді, қаза табатын еді. Олар қаза тапса, конфликт басқа түрде талқыланатын еді. Полицияға қарсылық көрсетті деп. Сондықтан олар жеңіл мылтықпен атты, жаңағы дұрыппен атты. Жарақаттансын, бірақ өлмесін деп. Не үшін олар жарақаттандыра келді жаңағы полицияны? Олар қарсы, сол жаңағы қалың халық түндегі үймелеп жүрген түрлері көрінбейді, лапылдап атқан от, қаптаған халықтың ішінен шыққан оққа, атысқа, автомат, қолындағы автомат оғын жіберсе, бәленбай адам ол жерде өлетін еді. Бейбіт адам. Ішінде қазағы бар, доңғаны бар, бәрі. Оны пайдаланып, біздің жауларымыз алып шығатын еді. Міне, Қампезер, Назарбаев режимі екінші Жаңаөзен қылды деп, оны құлпыртып, үстінен қосып, міне, қазіргі билік не істеп отыр? Өз халығына оқ жұмсады деп, оның үстіне қосылатын жаңағы 22 ақпан күні Әблязов жариялаған митингі, оның үстіне жаңағы Айсұлтанның бірдемелері, сандырақтары және басқа оны қолдап әкететін, жан-жаққа жариялап тарататын, оны қолдарында бүкіл бақ, Барейка, Марейка, басқа біздің Central Asia Monitor, қайсысын алсан да, сол жаңа Ресей информациялық шайқасының сарбаздары жаңағы бүкіл KZ, Зона KZ, Закон KZ, Тенгринюс дегендер, Барейка, Марейкалар, бәрі Козлов, Жовтес, жаңағы Әблязов, бәрі соны алып, көтеріп, жер шарына тарататын еді. Мені Назарбаевтың режимі мүлде Қампезер, аузынан ағып атқаны қан мен ірін, өз қазағын атып тастады деп. Оның бәрінде артында жатқан, бізді одан әрі әлсіретіп, мемлекетімізді. Қазақты өз билігіне, әскеріне, қарулы күштеріне, полициясына қарсы қойып, жаулап алу бізді. Себебі артында жатқан мақсаттары сол. Ол өзгерген жоқ. Путин билігіне қалай келді 2000 жылы?
қалай ана таққа отыратын сөзінде айтты, үндеу жасағанда, тақ сөзінде. Менің мақсатым кеңес одағын қайтадан жинау деген, одан ешқандай көзқарасы, саяси көзқарасы Путиннің өзгерген жоқ. 20 жыл соны істеп келе жатыр. 20 жыл жан жаққа әскерін жұмсап жіберіп, жан жақтағы жерлерді басып алып, арандатушылық жұмысын тоқтатпай, қампезерлігін, жан жақта адамдарды мерт қылып, умен, оқпен, дарға асып, бомбалап. Мысалы, мына Украина не істеді, оның бәрін көріп отырмыз. Украина сценарийі тура осылай болды. Олар лап деп шап берген жоқ, аяқ астынан Луганск, Донбассқа. Жоқ, олар бірнеше рет арандатушылықпен, жаңағы бақ, псевдо украиндық бақ және басқа тәсілдермен, жаңағы белсенділер, қоғам, революционер, смақ бірдемелер арқылы Украинаның жағдайын әрі-бері шайқатып, өз әскеріне, полициясына сенімсіздік енгізіп, халықта, қоғамда. Полиция ұры, әскер ұры, сыбайлас жемқорлық, ешкімге сенім жоқ деп бір-біріне салып қойып, халықты, бір халықты мына халыққа, батыс Украинаны шығыс Украинаға, бандеровецтерді мыналарға интернационалистке деп топтардың арасына іріткі салып, одан кейін ғана әскери күштерін кіргізді. Өйткені әскери күшті кіргізу үшін бірінші плацдармды дайындау керек. Оларды қабылдайтын, ішінде коллаборанттық күш шығатындай олар қадам жасау керек оған. Бір ай емес, бір жыл емес, 3, 4, 5, 6 жыл. Тура сол украиндық сценарийді олар бізде енгізбекші. Тура сол тәсілмен олар қолданып келеді, бізде де. Мысалы, мына Жаңаөзендегі қан төгісті айтсақ, мен енді қазақтың көбісі қолданмайды, мені ана билікті жақтап отырсын деп. Жақтап отқан жоқ па? Билігіміз жемқорлық, сыбайластың астында қалып батып кеткен билік, оны бәріміз білеміз. Бірақ ол біздің билігіміз ғой бәрі, қазақтың билігі. Соқыр болса да ол біздің билігіміз, енді не істейміз? Дәл бүгін бізде басқа билік жоқ. Сол билікті құлату керек деп өзімізді сол билікке салып отыр. О билікті құлатсақ, біз мемлекетімізден айырылып қаламыз. Сол Жаңаөзенде ана қақтығысты жасағанда солар тұғын, ана Козлов барып, Козлов, ана Аблязовтың, ғайлап, жатып сол жерде. Сондай апатқа апарды. 16 желтоқсан деп. Неге 15 желтоқсан болған жоқ? Неге 17 желтоқсан болған жоқ? Оларға 16 керек болды. Біздің тәуелсіздік алған күніміз. 86 желтоқсан. 86 жылғы желтоқсанға апарды. Сол арқылы тақырыпты бөліп жіберді. Қазір біз 16 желтоқсан жыл сайын толған күні біз тәуелсіздігімізді еске алдыртпайды. Мына жаңағы Азаттық, радиосы, бүкіл ана ресейлік бақтар бізді KZ деп жамылбаған. 16 желтоқсанды қазақтың тәуелсіздік алған күнде айтпайды. 86 жылғы қазақтың көтерілісін айтпайды. Ресей отаршылығына қарсы шыққан. Осы Жаңаөзенге алып келеді. Мақсатына жетті олар. Тәуелсіздігімізді мұрнымыздың астынан алып кетті. Сол белгісін алып кетіп, 16 желтоқсан. Қазірде мына Қордайда істеткен осы провокациясы мақсаты сол болды. Полицияға жеңіл оқ атып, олардың автоматтың оғын халыққа жіберіп, халықтың ішінде қаза табады, соны көтеріп, оның алдында Аблязов 22 ақпан митингі деп жариялап қойды. Айсұлтанды алып шықты, және басқаларын біз оны көрмейміз, не болып жатқан. Бірақ шайқас бізде бар. Жау бізге шапқан. Біз жау шабат деп жүрміз.
Сол кезде қазақ оян аттан деп жүрміз. Жау шапқан. Жау жерімізде, жау арамызда жүр. Қаптаған жау. Оппозицияшыл, бірдемешілдің бәрін солардың жауғы айналдырып алды. Ол өте оңай. Ресейдің қолынан келеді. Олар 2 ғасырдан астам отаршылық саясатын жүргізіп келатқан колониалдық мемлекет, империя болған. Бүкіл тәсілдері, әдістері оларда қалды. Мәскеудің институттарында, мұраларында, ғылыми қорларында бәрі бар. Қалай істеу керек, не істеу керек. Кеңес одағында олар тәжірибе алды, бүкіл жер шарына таратты. Никарагуа, Сальвадор, сандинисты, Колумбия, ФАРК, Ильич Санчес Рамирес, Бангладеш, Ауғанстан, Хизболла, Хамас, бүкіл жерде олар тәжірибе алып, мамандандырып алған. Мәшіне, технология қолынан келмейтін шығар олардан шығаруға, ойлап табуға, жаңа компьютер технология бірдемелерді. Ол келмейді. Бірақ мына іріткі салып, соны пайдаланып басып алу, әскерін кіргізіп алу, оны беске біледі. Сол ағайын. Кетіп баратым. Мына блогерлер осы ютубтағы не деуші осындай кезде. Каналыма жазылыңдар, қолдандар, жәрдем көрсетіңдер, жалғыз қалдырмаңдар. Жалғыз болып қалмайды. Біздің жан жақтан бір дауыстарымыз шығып, ана төбешіктен біреу, мына жерден біреу. Бәріміз бірігіп, ел болу керек екенімізді қашан сезінеміз біз. Мына Рудныйда жүр, мына көшелердің атын ауыстыру қиын. Қазақ бар, бірақ бір көп қалған, момын бір соғылып қалған қазақ. Жергілікті қазағы болсын, басқа жақтан келген қазағы болсын. Орыстанып кеткен. Мына қазақтандыру осыдан бастауымыз керек. Біз ақырындап осы қазақтандырудан бастауымыз керек. Көшеден бастауымыз керек. Маған біреулер айтады, сен қайтесің, ана жаққа барасың, мына жаққа барасың, көшемен алысасың. Жасаңқы бірдемелер тауып аласың бір жауларды. Әйдік болсаң, Рудныйға барсаң, аналармен алыспайсың ба? Соколов, Сарбай комбинатының иелері кім? Басқа ұлттың өкілдері, шетелдің азаматы, Машкевич, сен сол заводты қазаққа қайтарып берсеш, көшелермен ұстасып алдың дейді. Біз көшелердің атын қазақшаға аударып алмасақ, Машкевичтен қалай құтыламыз біз? Көшені атын ауыстырмай жүрміз. Көшенің, жай переулок Котовскийдің атын ауыстырмай жүрміз. Солай ағайын, кетіп баратамыз. Ертең Алла амандық берсе енді жетермін, арқалық түнделетіп, болмаса арғыны ары қарай кетем. Амандықта жүздесейік.